мақсат жоқ. Ей, келсем қалқам көпке жетпей алыстан, туған екен гүл перизат асыл деп. Келсем қалқам көпке жетпей алыстан, туған екен гүл перизат асыл деп. Дәрігердің жалақысын көбейтеді деген қайтадан келдік осы мамандық. Иә. Ұмытқан жоқпыз әйтеуір біраз тәжірибе бар ғой деп бұрынғының ізіменен енді зуылдатайын деп тұрық. Так, бір-бірден кіре беріңдер. Кезекпенен келіңдер. Кезек бәрін қаралуға келіп отырсыңдар ма не? Ақтөбеде адам қалмаған ғой тіпті. Бір-бірден кіріңіздер. Балалы әйелдерді бірінші беріңдер адам. Есіктің қасында тұрған. Кезекпен келіңдер, кезекпен. Ойбай, мұна кемпір не ауыш? Музыка күлге ұқсап. Ай, әже, сәлем бердік, мұнда келіңіз. Сәлем бердік. Бақытты бодан алайын. Маған дәрігер керек, дәрігер. Дәрігерге келіп тұрсыз. Қайда дәрігер? Міне алдыңызда тұрмын дәрігер. Қайда? Жоғары категориялы білгір дәрігер. Ойбай, сен бе дәрігер? Иә. Піштіріп саған бала сияқтысың, ойбай. Дәрігер дейді. Әже, мені олай деп нетпеңіз мені. Ана, неге келдің маған? Енді үстет енді. Жай жүрсің ба? Әже, бұлай ғой. Сіз маған келдіңіз. Мен сізге емес, сіз маған келіп тұрсыз. Дәрігерге келіп тұрсыз. Сен маған келдің ба? Әді мен саған келдің ба? Сіз маған келіп тұрсыз. Ойбай, ұмытып қала береміз. Ой, осыны шаршатады енді. Ойбай, дәрігерге келген екем ғой. Ойбай, неге келдің? Ал айта беріңіз, қай жеріңіз ауырады? Тойға келдің ба деп тұрсың. Не мазалайды? Ойбай, дәрігер-ау. Есіл дерттерің тойы. Әжең деген жаман аурумен ауырады. Қандай ауру? Ауырмайтын жерім жоқ. Ойбай, мына кешкісін деген. Жаман ауру дейсіз бе? Жаман ауру. Ана, қандай ауру? 8 аяғым деген қақсайды келіп. Ойбай, жаным шығарып қақсайды. Тоқта. Сіз, әже, тоқта, қақсанда. 8 аяғың дейсің, 8 аяқ болып сен мутант емессіз ғой сіз. Білмеймін. Сіз адамсыз. 8 көз деген болады адамда. Білмеймін, әйтеу 8 көз. Мына арасында болады адамда, мына арқа жағынан. Арқа жағымда. Қақсайды өзі. Қақсайды келіп, мына ойбай, қақсап барады. Ойбай, жанымды шығарып барады жаным. Сабыр етіңіз. Үлкейгесін ауырады ол, үлкейгесін ауырады. Қазір міне балаңыз қазір сол ауруыңызды қағып алады шайтан. Қағып алайын, шешіне берейін онда. Шешінбеңіз. Енді. Шешінуге құштар екенсіңдер. Қайдан біле, дәрігерлер келсе шешін дейді ғой. Қазір өзім қараймын. Форма дерсін, нөмір әдейін деп. Жаным шығар. Ойбай. Сабыр етіңіз. Қалай сабыр етем, аяғымды басып тұрсың ғой. Ойбай. Аяғымды езіп жіберді. Ойбай. Сендерге келсе әйтеуір. Бір жерде емдейсіңдер де, бір жерде тыртық қырасыңдар әйтеуір. Ойбай, ақсақ болып қалдың ба қарағанда. Так, ештеңе. Жаным шығар жіберді. Қазір ойбайлама. Ойбай. Қалай ойбайламайын ба? Жаным шығар жіберді. Бер тұрыңыз. Қазір қараймын. Қалай тұрам мен, былай тұрам ба? Теріс қарап тұрыңыз. Теріс қарап? Ауыратын жеріңізді маған беріп тұрыңыз былай. Ойбай. Былай, әже. Ойбай, жаным шығарма. Әже, былай. Қазір мен сипап қараймын, арқаңызды тексерем. Ауыратын жерін ауырса айтыңыз. Ауырат деп. Ауырмайтын жерді айтыңыз. Ауырат. Ойбай, жаным. Тоқтаңыз енді, сабыр етіңіз, әлі басқан жоқпын ғой. Баспасаң да ұрады қозым, жаным шығарып береді. Ауырама мына. Ойбай, жайра. Ойбай, жаным шығарып береді ғой мына. Ойбай. Темір басып атқан жоқсың. Ойбай, жаным. Ауырама? Ойбай, ауырады. Тұрыңыз. Ойбай, ауырады. ауырады. Ойбай, баса беретін не сен қайда? Тұрыңыз енді тексерейін енді. Қолыңды кетім кіріп бара тұрған адам арқасын езіп жіберді. Ауырама мына? Ауырады. Ойбай. Мынау нағылады. Ойбай. Қайдан келдім? Ажалға келген шығарың. Аурады.
сабыр етіңіз. Ойбай-ай, мынау қайтеді, ай, ойбай-ай. Сабыр. Ай. Ойбай, мына бала арқама мініп өлетін құсап. Ойбай, құтқарыңдар, ойбай-ай, кім бәрі мұнда? Ойбай-ай, ажалыма келген шығар, ойбай-ай. Анал кен менің не теңім, ойбай-ай. Аспирин менің не теңім, ойбай. Әже. Жаман шалымның қасында отыра бермей, ойбай-ай. Ай, әже. Неге келдім, ойбай, неге келдім? Аурама. А? Аурама. Сен басып атсың ба не? Манадан бері басып отқан жоқ па? Ойбай, ауырмайды. Аурама. Ауырмайды. Ауырмай ма? Бас. Ойбай. Аурама. Ауырмайды. Рақат. Аурама. Ауырмайды. Әже. Ай, әже. Ойбай, рақат, ауырмайды. Ай, әже. А? Енді осы қалпыңызда жүресіз. Ой, мың жасағы рақмет. Айналай. Тап осылай жүресіз. Ойбай, ауырмайды, рақат. Барыңыз. Ой, көп жаса. Көрдіңіз. Рақмет. Ой, қол деген алтын ғой, қол деген. Қол деген шипалы. Так, келесі адам келіңіздер. Қолдың құдыретін көрдіңіздер ғой. Келесі. Так, келесі. Салам алейкум. Иә. Салам алейкум. Ай, алып тұрмын. Амалекені көріп тұрмын, иә. Қай жерің ауырады? Ауырып келедім. Ай, ауырмасаң келмес едің. Ауыр екеніңді көріп тұрмын, ауыратын. Сатырашын ауырып келедім. Қалай дейсің? Сатырашын ауырып келедім. Қатты ауырып кетсің ба сонда? Иә, қатты ауырып келедім. Иә. Қайдан кетсің? Үйден келедім. Үйден кетсің ба сен мына тұрыңмен? Иә. Мен психбольництен қашып кетқан шығар деп едім. Жоқ, үйден келедім. Иә. Қалай ауырасың? Шошып оянамын. Иә, ауырам. Қалай ауырасың? Тез айт, тез. Иә, не? Жатам ғой мен. Кіммен жатасың? Өзім жатам. Қайда жатасың? Үйде жатам. Иә. Сон жатқанда жатам ғой, енді аспанға қарап жатамыз. Ай, ана бала ауырып келіп отыр, жылап жатыр енді. Қазір қарайды. Иә. Аспанға қарап жатамын. Иә. Тоқта сен, аспанға. Жұлдыз. Сен үйде жатасың ба, далада жатасың ба? Үйде жатам деймін. Үйде жатып аспанға қарап жатасың ба? Аспанға қарап жатамын. Тоқта сен, не деп тұрсың? Я, сенің үйіңнің төбесі жоқ па не? Сонда аспанға қарап жатқанда? Жұлдызды қарай көресің. Ой, люстраң төбе тез судан қарай береміз біздер. Иә. Жұлдыздарды көріп жатырып, айды көріп жатырып, ұйықтап кетем ма? Иә. Таңертең содан шошып оянамын содан. Неден шошисың сонда? Түс көресің бе не? Иә, түс көрем. Түсімде анау есектермен бұқалар футбол ойнайды. Али? Сол жаңағы футбол ойнағаннан кейін баратаға жақындап келіп, гол деген содан шошып оянамын мен. Сол ма шошитын? Соны шошып оянамын соны. Қазір мен жазып жіберемін. Ол деген маған не тұрыпты? Соны бір ауырмайтын қылып береміз. Қазір ауырмайды, мәңгілік ауырмайды деп жіберемін мен. Мәңгіге. Так, міне. Бір соңғысы қалған екен дәрінің. Бұны біле. Мынау дәрі. Айналайын. Былай істейсің. Кешкі шайыңды ішесің. Иә. Сосын ет жейсіңдер. Иә. Ет жейсіңдер ме өздері? Жоқ, майғабысқа бермешел жейміз. Вот сол бермешеліңді жеп алғаннан кейін мынаны суға қосасыңдар да, Иә. шайқап ішіп аласың. Сонан кейін түс те көрмейсің. Шайқаймай ішуге болмаймын мен. Шайқап іш, сонда жақсы болады, араласқан жақсы болады. Мынау шампунь сияқты ғой мынау. Иә, шампунға ұқсас өзі, аузың көпіреді кішкене. Ой, сені өлтіріп тастағың келіп тұрмай мені. Ішіп ал, сонан кейін көресің. Өмірде шошымайтын боласың. Тұрам ғой, оянам ба сосын? Оянасың әрине. Рахмет. Таңертең 9-да оянасың. Онда рахмет. Бар. Не? Бірақ мынаны ішпей-ақ қояйыншы бүгін. Іш бүгін. Түнде шошып оянбас үшін бүгін ішіп ал. Жоқ, ішпей-ақ қояйыншы мынаны. Ішіп ал деймін саған. Жоқ, ішпей-ақ қояйыншы. Пожалуйста. Бүгін не? Ішпейсің бе сонда? Ой, бүгін ана есектер мен бұқалардың финалы болатын еді. Соны тамашалайыншы. Соны тамашалайсың. Онда былай істе. Соны көр, кімнің жеңгенін біл, сонан кейін ішерсің. Рахмет. Ертеңіне іш бар. Бар. Так, келесі адам, тағы. Тездеді, уақытта бітіп қойған. Мынау кемпір тағы келе жатыр. Тормозыңды баса қой. Әй, балама мына рақат екен. Мынаға қаншама тиын тауып алдым. Жерден тауып алдым. Осы ма бар тапқаныңыз? Тағы да тауып аламын ғой қазір. Әй, балама мен тағы бір ауырымды ұмытып кетіппін. Қандай ауру? Ана мына мен
Соңғы кезде отырсам отыра берем. Тұрсам тұра берем. Шай ішем. Болды. Қазір жазып жіберем оны. Тағы да басасың ба? Жоқ, баспаймын. Тұрыңыз манағыдай. Қалай тұрам? Манағы қалай тұр дейсіз, солай тұр. Манағыдай болып тұрам ба? Солай тұр, ыңғайланып тұр. Жанын шығар, бас. Әже, Ау! ай, мындамын. Ойбай, қайда кетіп қалды? Ана кірген есіңізді көрдіңіз бе, ана? Қайсы? Қызыл есікті? Көріп тұрмын. Соған қарай жүре бересің. Көрсем көре берем. Жүрсем жүре берем. Болды, барыңыз, жазыласыз. Соған қарай жүре беріңіз. Әй, балам, бірақ келсем келе берем. Болды, барыңыз. Барсам бара берем. Әй, бірақ келсем келе. Ай, келмейсіз. Құдай сақтасын. Шығар жіберіңіз шындай. Арғай. Sır köp eken, көк аспан жымыңдайды, ол жақта ел бар мекен. Жұлдыздың арғы жағы, шексіз ау ұзақтағы, қалайша барып қайтам, сонда ғой қызық бәрі. Сырласпан, нұрласпан, жұмбақ әлем, жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрміз төмен, шексіз әлем. Сырласпан, нұрласпан, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрміз төмен, шексіз әлем. Әлемді шарлап өтсем, шегіне барып жетсем, тілеген жұлдыздардың сіздерге ала келесем. Бұл әлем жұмбақ неге, ашылмас сыран неде, қашанғы қол созамыз, ошармыз бізде бірде. Сырласпан, нұрласпан,
erkemsің, сен менің аппақ еркемсің, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген бақ құсым. Үнің қайда, сырлы жырың қайда, қайтадан оралмай ма? Нұрың қайда, шертер сырың қайда, дертімді ұғынбай ма? Сен менің асыл арманым, үмітін жаққан алда, сырымды жасыра алмадым арайлы ақ таңдардан. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркем, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркемсің, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген бақ құсым. Жүрегім сен деп өртенді, бағыма сенем ертеңгі. Қалар ем өзіңді мәңгілік, аялап өтесің бе еркеңді. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркем, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркемсің, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген бақ құсым. Осы күні жұрттың әйелдерінің бәрі күйеулерінің көзіне шөп салады екен ғой. Мен қазір қайыққа жүрмін, баяғыдан бері мен де салмайын ба? Ойбай, елден қалғанмын, вообще модадан қалғанмын. Қазір вообще мода болып апты ғой. Жұрттар деген шөп салмайды, масқара томар салатын көрінеді. Мен ең болмаса бір-екі шөп салып көрейін да, құрсын. Бүгін бір-екеуін шақырып, кеше біреуін шақырып, ертең арғыны біреу келу керек. Уа, кел қасқа. Қалай амансың ба? Жеттім ғой жаным, жете алмай жүрем. Жеттім ғой деуір. Күйеуің кетті ма? Күйеуің кетті ма деуір? Келмей қайт, келмеске кетсе екен сол. Келмеске кетсе екен. Мынау саған ана ескерткіштің қасынан ұрлап кетірем ғой жерде. Жеттің бе әйтеуір? Жеттім ғой деуір. Мынау пластмассовый ғой? Наконец-то екеуміз жалғыз осы үйде отырамыз енді. Мынау несі құрсын, не мынау? Дұрыс күліп келмейсің ба? Өзі суға салып қойсаң гүлдейді өзі. Қош құрсын, пластмассовый гүл емес. Ей, Бұл қайсы тағы да? Біреудің несін қалатын ес? сен біреуге кел дедің ба? Қой, Құдай сақтасын құрсын. Екеуміз. Бұл қайсы? Білмеймін, ұстай тұршы. Ешкім жоқ деп айт үйде. Не істеп жүрсің? Не? Не істеп жүрсің? Бұл қайсы? Қосыңдар шешін. Немене? Қалай істейсіз? Қақта жүрсің? Не келдің? Бүгін сенің бүгін келетін кезің емес. Жаман саған қалма сені. Бүгін менің күнім емес пе? Расписаниең бойынша не келмейсің? Бүгін суббота. Біреудің үйіне келе береді екенсің өзің. Ұялмайсың вообще. Ай, мынауың да. Нағыласың кім екен? Анақта расписание тұрған жоқ па? Үйбай шыққан ай. Ертең санитарныйден. Үйбай деген ай. Воскресенье. Ей, Не? мен барда неге келесің? Сен неге келесің? Үйбай. Сен қандай праваң бар? Бол, шыға тұр, мен келем. Шыға тұр, өзің шыға тұр, шыға Сен тұр. бірдеме қылып Ja, келсеңдер білмеймін, шеш. жүр, кет. Ja, кәнек, дайымы бәрі, жүр. Жоқ, құрсын. Мә, тағы біреу келді ғой. Сен біреу шақырдың ба?
Емін ауылдың бәрін шақырғансың ба немене? Қош құрсын. Қош шыққан, бүгін сен келу керек еді. Біреу шақырдың ба? Ешкім шақырған жоқпын деп тұрмын ғой. Бір қарап көрші бар. Қош бір түрлі жүр. Мынау қаққан таныс қағыз. Мынау бір. Ой, жұма шығар келіп тұрған. Сен мен барда не келесің? Постоянно осы сен келе бересің. Енді келмейін енді дейсің. Бар шығады бар. Өзің шығады. Бар шығады бар. Ай, жіберсің. Не болды, не болды? Кім? Мында кеш. Не мында кеш? Кім келатыр? Кім келатыр? Кім келатыр? Келе берсін құрсын. Катя ма? Жоқ, кім ше? Кім? Дүйсенбі ма? Байым. Не ал дейді? Нағыл дейді? Байым. Байым. Уйбай. Байым. Мында кеш ешқайда кеттің. Ей, не істеп жүрсіңдер? Ойбай, не істеп? Енді қайттым. Уйбай, енді істейміз. Не істейміз? Уйбай, неге келдім? Бесінші этаж, өлесің, қасқабала өлесің. Енді істейміз айтсаңшы. Тоқта. Байыңа түсіндіріп айтсам қайтеді? Не деп? Мен былай дұрыс адаммын негізі. Қош құрсын ол сөз. Ақ көңіл адаммын, ақ көңіл. Қош ол. Жаман әдетім жоқ құрсын құдай. Погреб бар ма, погреб ба? Негіз жоқ қобы этажы емес пе? Ойбай, енді. Ойбай, енесі. Таш. Қазір. Таш қазір. Ойбай, даусың шығарма. Ей, не істеймін? Шкаф бар ма? Қазір. Құдай, неге келдім екен? Нем бар еді, үйде отыра беретінім. Ей, сенде. Не ол? Кір. Не істейін деп атсың? Ай, шүк! Суға лақтырып жіберейін деп атсың ба неме? Ей, сен өлтіресің бе? Көмектесші. Астағфиралла. Ай, я. Ойбай, сыймайсың сен. Мен де отыра Ей, берейін. аласы. Ей, картопсың, қозғалма. Ей, картопсың дейім, қозғалмаш. Сен не боласың? Маркоп. Ойбай. Маркоп. Кет шар бәрі. Жуабы. Ойбай. Ойбай, ай. Сен тағылдың ба? Ай, отырсаң тығылған жоқ. Ойбай, кеш мынаны. Ана не біле? Ей, қасқа Пиджагыма киіп алайын. Картоп қозғалмайды, ей, картоп қозғалмайды. Ойбай, неге шақырдым, Бар, неге машина шақырдым? Өмірімде бір жер сөз шөп сала қойын деп едім, ойбай, өлтіретін болыңдар. Қозғалмаш. Ойбай, ай. Ей, босаш. Ай, мына. Не істеп атсың? Босаш. Ойбай, ай. Ажалым-ай. Кесіп өтшей шарғартай. Кетті ма? Ойбай, болды. Кетті. Мына қолым шықты. Ей, қазір ол келсе басымды кесет, псих ол. Босай мұнда кел. Отыра берейін, ә? Отырмайсың, қақшиып тұрасың, қатып қаласың. Не біле? Қачаш, неміссің. А? Ойбай, неміссің. Бечеш қолыңды. Қат. Қазып алған неміссің, қатып қалған. Ойбай, өлдіма, ойбай. Неміз одан сайын өлтіреді ғой. Ойбай, өлсейші, қачаш. Не жыным бар еді осы? Ойбай, шөп салу мен не теңім еді. Қазір. Қат. Қалай тұрады еді? Былай. Есікті бұздырым ғана, өзіңнің үйіне кіре алмаған. Қорлықтың ең үлкені өзіңнің үйіне кіре алмаған. Жаман қатындар. Мана бір қағып атыр. Енді? Қағып атыр. Күттеп алып, не істемесің? Ваннада отырым. Сен-ақ шірейсің де отырасың. Балық сияқты судан шықпайсың. Соншама судың ішінде жатырсың өзің да? Енді мен қанымлек енді. Мен деген келіп тұрым ғой. Сен. Есікті қағып атыр. Енді сен бір жетіге кеттім дейсің, қайдан білейін? Енді асықпай суға түсіп атқан жоқпын ба енді? Бізге деген отпуск берген жоқ па 5 күн? Бір күн кетесіне сол күні қайтып келетін бе? Содан кейін жігіттермен
мен ақылдасып бас жазып шаш ішіне барып тарап үйге келіп есіктерді ашып жүр ұйықтайықшы. сен қатын былай үйде біреу жоқ па? Қой құрсын. Сен сондай бірдеңе бар шығарсың. Қой қасқан қазір үйдің бәрін тәтемін. Қой. Бәрін қарайын. Не болды саған? Спальный. Сандық. Не болды? Сен қашан бір адам тауып алып Бүкіл бөлменің бәрін аралайын. Бірдеме көрінген Біреу әйтеуір шықсын мен. Мұна албастың кім? Мынауың кім? Кім деме оған, не де? Мынау не дешеш? Оның жаны жоқ нәрсе оны. Жердің астынан қазып алған неміс мумиялап тастаған. Қатып қалған неміс қой. Мынау неміс пе? Соны музейге апарып қойын деп жатырық. 61 жылдығына жеңістің соны қойын деп жатырық. Бұны қайдан тауып алдың? Ойбай, геологтар қазып алып келді деймін. Сен қатынның ізден таппайтының жоға. Мен емес, біреулер қазып алып келді. Енсем, мен енді музейде жасамайма, сол ертең музейге апаратын зат. Бүгін сенің үйінде тұра тұрсын деді. Тіміскіленесің де жүресің. Қойш құрсын. Мұна сонда неміс пе? Құрсын жүр, ұйықтайықшы жүр. Ұйқы тоқтай тұр, ұйықтағын. Жуамыз кәй. Өтіскі жуамыз. Мұна сонда 45 жылы бізбен соғысқан неміс пе? Неміс. Кәдімгі фашист пе? Құрсын. Қатып қалған, просто өліп қалған зат ол құрсын. Ой, атаңанды ағылы. Қолыма түспей жүреді. Қойш құрсын, ол не сесің? Өшімді алайын. Ойбай, уатылып қалады, ол деген зат қой қатып қалған. Ертең музейге не қоям, мұнда құрсын ұрсады ғой маған бастық. Мұна фашист пе? Ой, атаңанды ағылы. Бұлар елді тонаған. Мұна қозғалады жақ. Қой құрсын. Мұнауың сәрсенбайдың мұнасынан аумайды. Қой қасқа, ойбай. Қой. Өз сондай неміс қой. Бұлар біздің халқымызды тонаған. Құрсын, неміс жағын көрдің ба, маған қарашайшы одан да. Не болды құрсын? Көрмедіңді. Біз де бұны тонауымыз керек. Мынаған бірдеме көрінген шығар құрсын. Ой, атаңанды. Ла-ла-ла. Мәссаға. Золотые купола дейді. Водка арағы. Немістерге олар арақты берген ғой қасқаларын. Немістер осындай аузына шикуші ішкен бе? Енді сол кезде шығарған ғой. Арақ? Кәдімгі арақ. Іші. Между прочим, ана немістерге арақты көп берген. Қасқалар жауға шаба берсін деген ғой, бірақ олар білмеген. Ана арақ ішкен адам шірімейді дейді, тағы да ішсен де шірімейсің. 2600 жыл дейді? Енді сондай немен... Сонда қай уақытта келген? Мұна қозғалды. Қой? Екі қолын бет. Қойш, манадан бері екі қолын көтеріп тұр ол деген. Манадан бері екі қолын көтеріп. Не қарап тұрсың манадан бері? Іші құрсын. Тағы бір тұрш. Тамақ қой жем. Әшейінде бол. Жем алмастан шесің. Жүрш құрсын. Қара кеш болды, ұйықтайықшы құрсын. Төпілей, новый, ауыстыралайын ба? Түйме бәлесінен аулақ құрсын. Қош. Уатылып қалады деймін, қазір анау шашылып қалады. Мәссаған, Ақтөбе газеті дейді. Немістер Ақтөбе газетін оққан ба не? Енді олар партизандар апарып береді Ақтөбенің несін білу үшін жаңағы. Жаулап алу үшін бүткіл газет оқиды ғой. Ту болды көрсін тасташ. Бұл неміс сонда қазақша білген бе? Мына қара, қанжарын қара. Атамның осы қанжармен бауыздаған. Қойшы көрсін. Көзін... Қой көрсін. Анауын қозғалып тұр ғой. Қой көрсін, қозғалып тұрған жоқ. Сен өзің арақ ішіп алып қозғалып тұрсың, қойш. Көзің қозғалып тұр өзіңнің. Көзің ойын. Қойш көрсін. Мынауың не? Ол. Не ғой ол деген? Ол не? Картоп қой. Картоп? Картоп, е. Бұл қайдан келген картоп? Ойбай, құрсын, картоп не қайдан келген деп? Мамам бер жіберді, не? Сенің мамаң бер жіберді? Я, менің мамам бер жіберді. Әншейінде қар сұрасаң бермейтін мамаң сенің не?
бір қапшық картоп бере қой. Ене, егетін сезон келді, картоп Мына егіндерді. шынымен картоп па? Ойбай, ене өтір картоп дейсің ба? Не картоп жаңа көрдім ба? Құрсын ұйықтайықшы жүріп кеттік үйге. Ей! Е? Мынандай картоп бола ма? Ей, арасынан балдардың ойнап жүрген добы түсіп кеткен да? Мынау картоп па мынау? Ей! Картопыңа судырғы ұстап жатыр. Қазір бәрін ашып тастаймын мен. Түгел. Түгел ашып тастаймын мен. Қуыр жейміз сен картоп. Картоп! Мына фашистің картопы ма? Я, соның қасынан қазып алған картоп. Картоп! Стойт! Картопың тұрып кетті. Ей, отыр! Картоп, түгел қазір аршин. Дамаңды қалдырмай аршин. Картоп, түгел аршин. Мұна немісіңе жыран келіп тұр. Ой, құрсын. Немісің неміс емес. Басқа бір бәле болып жүрміз. Ой, құрсын. Сен тұрғылай. Ойшы. Ой болам біз. Ойбай. Ойбай. Картоп, қайт, сырлай тоды. Картопың қашып кетті. Берген, Сүмелік немісі? Мұнда кел. Қазақ бұлаға. Қазақсың ба? Мен айттым ғой, Сәрсенбайдың баласынан аумайды дедім. Битті қаны баласы. Біздің үйде не істеп жүрсің, Қатын. Не қатын? Менің қатынымды қатын деп тұр мұнау. Тұр. Сен мына Ақтөбенің халқынан кешірім сұра. Соғыс ашпаймыз де. Кешірім сұра. Ашпаймыз соғыс. Ашпаймыз. Қазақ бұлаға. Разурку от сені. Әуелі мен қатынмен разурк жасым олайын. Бері кетті. Мата кел, мұнараға. Үйттің қана. Бәрі құтылмайсыздар. Осы біздің үйдің қызында еш жоқ вообще. Ой, жұрттың қыздар қыз сияқты шаштарын өріп, тарап, әдемеге өлектерін киіп сөйіп жүрді. Мына біздің нөр баланы әкеліп күнде ән айтқызып қой. Жынды нағыз. Қара шайтан, қаяқта жүрсің, Ой, қара шайтан демей қайтемен. Жұрттың қыздар қыз сияқты, біздікі шайтан сияқты. Ой, күйдіргі. Ой, әне. Ой, түрің бар болсын, сенің түрің бар болсын. Түріңнен несі? Адам қорқады түріңнен. Оны неге шақырасың адам? Ойбай, қалай шақырмайын, мынау не үйдің іші көк түтін не пәле болып жатыр, От жаққан жоқпыз ба енді? Қойш кірсін, носы не? Күн салқын дегесін. Не күйдіріп атсыңдар? Әжем тоңып отқан жоқ па? Нанды күйдіріп саған жоқсыңдар ма? Нан әлі көтерілген жоқ. Ойбай. Ойнап, бір ойнай қояйын десең де айқайлап шақыра бересің. Мектепке барсам мұғалімдер күн бермейді. Үйге келсем сен күн бермейсің, қайда барып күн көрем? Күн көре алмай жүр екенсің ғой. Мына шашыңды одан да неге тарамайсың, Киіз болып кеткен ғой, шашың киез болып кеткен ғой. Мейлі, алаша болып кетсе де тарамаймын. Бұған бірдем айтсаң кер сөйлеп шыға келеді. Жұрттың қыздары қыз сияқты тым жақсы. Мен немен? Қыз емеспін мен не? Қыз емеспін не? Қыз емессің ба енді? Қайдан білейін, әйел шығармын деп. Не деп тұрсың? Өзің емес, мен қыз емессің. Енді адам, енді түріңді айтам да түрің тіпті қызға ұқсамайды. Мынау немене? Шайтан сияқты. Мені айқайлайды. Кәдімгі шайтан. Адамды қорқытайын десе, сен апарып қорқытайын. Мектепке барсам мұғалімдер айқайлайды. Үйге келсем сен айқайлайсың. Қайда барып күн көрем? Айтып тұрған сөзің қара. Сен мына көйлек неге шешпейсің? Мектеп көйлек неге шешпейсің? Сонда не, тыржалаңаш жүрем мен? Әне. Үйге кетін көйлегіңді киіп үй жуып тазаламайсың ба? Мана мектепке барып едім ғой. Не істегенсіңдер үйдің ішіне? Әжем пешке от жағып жатыр еді. Ой, қақпас жағалмайтыны бар, неге жағып жатыр? Құрсын, Құдай сақтасын. Мана мектепте жүредім ғой. Ана мектептегі мұғалім айтады, сен мында кел, сен қыз, мында кел дейді. Не дейді? Қызым барып едім қазына. Сен мында кел, мына жауап бер маған. Биыл 490 деген аяқталды, енді мына сұраққа жауап бер дейді. Қандай сұрақ деп едім ғой? Сенің екі қолың неге керек дейді? Сондай сұрақ көп па? Соны айтам ғой. Сосын мен айтып едім ғой. Балдардың мұрнын бұзу үшін керек деп едім ғой.
Нең қылып екі қой журналға. Ой, шеше. Қасқа, не деп тұрсың? Шешең не сенің? Енді мен шалқардан көшіп келген жоқпын Ойбай, шалқардан көшіп келгенің не істесін бұлар? Бұяқтың мұғалімдері түсінбейді ондайды. Класс жетекшім айтты, биыл сені көшіреміз деді. Елдің бәрі көшіп, сенің класстастарың 11 бітірейін деп жатыр. Биыл сен әлі жүрсің ғой, отырып қалған. Бітіре берсін, мейлі. Маған рақат. Класста шеп болам. Ойбай, қандай ана 4 оқитын. Шеголдарды ұрам. Түйе тауық қысап жүр сөйтіп. Мейлі, маған бәрі. Бәпнен бұл. Екі еңа екі ұл қонғандай. Класс жетекші айтты ғой, биыл сені көшіреміз деді ғой, қайткен деді. Көшкірсін. Ақылдасып атырық бәріміз, директор бәріміз деді ғой. Ха? Бәріміз ақылдасып атырық. Біраз отырдың, енді орның тапқаның жақсы деді ғой. Көшкірсін. Иә, директор айтты, көшесің деді биыл. Шынымен көшіре ме сені? Көшіреді, иә. Көшкірсін. Өтірікті айтасың. Ленинский. Кетші? Сені көшіре ма биыл? Қасқа, онда той жасаймыз ғой. Құдай, жаным. Осы кезде жақсы көріп кетемін. Құдай. Болды. Көшкірсін. Кетші. Адам деп отасың көрсін. Маскара. Тарбаққа. Директор аға айтты, көшіреміз сен. Көшкірсін. Иә. Құрсын. Ойбай сен. Биыл шынымен 5-ші классқа көшесің ба? Қайдағы? Енді 7-ші? 4-тен 3-ке көшіреміз деді. Өтірік айтқан жар. Шатастырып тұрған жар, мүмкін 2 класс бұрын 8-ші класс, 9-ші классқа көшерейін деп. Ой, көше берем мен, артқа қарай, құрсыншы. Есің дұрыс па? Адам алға қаратай көшпей ме сен? Артқа қаратай көшетінде. Ой, құрсын, маған бәрібір, мен жанына да көше берем. Кері кеткен бұл. Бұған бірдем айтсаң, кері кетіп қалады бейтіп. Әні айқайлай. Енді қалай айқайлай бермей мен жұрттың қыздары. Қыз сияқты, қыз емес сияқтысың ба? Өзің айтам. Маған ұқсамағансың да Кім ұқсағамыз онда? Білмеймін кімге ұқсағанын. Сонда мені кім туған? Жөт сен роддомда ауысып кеткен шығарсың осы сен. Сонда қызыңды ауыстырып, аузыңан қиып не алып жүрсің? Шынымен сен ауысып кеткен шығарсың роддомда, масқара. Сонда мені кім туған? Қасқа, роддомда ауысып кеткенсің, осы сен қыз бар ғой. Сонда сен ауыстырып отырсың ба не? Білмеймін, дым ұқсамайсың ғой, маған дым ұқсамайсың ғой. Онда кімне ұқсаймын? Көрші ұқсаймын ба не? Кетейік ұқсаймын. Енді кімге ұқсаймын? Өзің ұқсамайсың дейсің де келді. Енді бірдеме қылсайшы, енді қашан көшесің? Апай айтты, нан туралы шығарма жазсаң көшіреміз деді. Енді соны жазбай не бітіріп жүрсің? Шығарманы жазып қойған жоқпын ба? Соны ойнап отырсам айқайлайсың, қарашы. Не қайдан білемін мен енді? Сен не жазып қойған қайдан білемін? Үйге сен айқайлайсың, мектеп барсам, мұғалім айқайлайды, қасында барып күн көрем. Күн көре алмай жүр бұл. Оқы құрсын, не жазып қойдың? Үйдегі бүткіл. Шығарманы жазсаң көшіреміз деді апай. Оқиын ба? Иә, секреттердің бәрін жазып қоятын едің ғой, апа. Оқал, тыңдап барып жүрмесе болмайды сені тексеріп. Үй жұмысы. Иә. Шығарма. Иә. Тақырыбы. Нан неге қымбат? Тақырыбың күшті ғой өзіңнің. Кет шықырсын. Қажыз. Тағызың. Құдай. Болды. Кел. Құдай. Аяқтан. Тақырып күшті ме? Ой, жаным, осындай кезде бір барабашқа сияқты болып кетесің. Көзе сияқты сені. Оқиын ба? Оқы. Ал. Көктем келді. Иә. Күн жылынды. Дұрыс. Көктемде адамдар жерге дән себеді. Дәннен жерге пішінай, көржек, крандыр, бөлкей өсіп шығады. Қашан сен көрдің адамдардың крандыр пішінай өсіп тұрған қашан көрдің? Далада? Көрдім. Қош, сен көрмесең басқа адам көрмейді, оны тек шайтандар көреді, болды. Енді өсіп тұрады. Адам деген бірінші жерді жыртады трактормен. Немен жыртады? Трактормен жыртады? Тракторды кім айдайды? Кім айдайды, саған не жұмыс? Оған солярка қайда? Қош құрсын. Солярканы құяды? Оған запчасты қайда? Қош құрсын, мұнау немене тіпті? Оған жаңбыр қайда? Қасқа. Өз жаңбыр жауады да сосын бейдай өспей ма? Бізде жаңбыр жаумайды, экология. Құрсын, соның бәрін төгіндеп тұрасың ба? Жаза бер, шығармаң жақсы болса болмайды ма саған? Ойымды бөле бересің. Бөле берме, жаз ал, оқы. Нан піскеннен кейін үзіп алып дүкендерге салады. Сен қашан көрдің адамдардың қолымен нан үзіп жүрген? Поледен нан үзіп жүре ма қолымен? Жұлып жүре ме енді не? Комбайнмен ормай ма? Комбайнмен оратты наубайханаға барып пісіреді. Наубайхана қайда? Наубайхананы деген монша қыз жіберген жоқ па?
Мен шындық жазам деп. Қош құрсын. Папам шындық жазады, шындық жазам. Әкең шындықпен қайыққа шығып жатсыңдар. Құрсыншы маған бәрібір арғай оқи берем. Ал оқы. Мен нанды әке шешемнен де өте жақсы көремін. Біздің үйде нанды бәрі жейді. Енді бәрі жейді ғой. Бірақ мамам бәрінен де көп жейді. Ей, менің нан жегенім бұл жерге ешқандай қатысы жоқ қой. Бұл нан туралы шығармайсың, мен туралы. Папам айтты ғой, мамаң деген нанға тоймайды, нанды жеп түнімен жатқызбайды. Бетпақ айттым да, бұл бүткіл нәрсені жазып қояды қазір. Масқара тағы не жаздың, оқы. Не жаздың тағы? Нан ақ нан және қара нан болып үшке бөлінеді. Иә, деймін қасқа екіге де, ақтан қаранан. Үшке бөлінеді. Ей, ақтан қаранан екеу емес пе? Тридцатканы қайда қоясың? Тридцатка үшке бөлінеді де. Тридцатка деген ойымда тұрған жоқ бағер. Қысқа, сенің ойыңда не тұрған ғана білеміз. Айт тағы. Ары қарай оқи берем, құрсыншы. Нан өте тәтті. Оған май жақса, одан да тәтті болады. Бері қарашы, сен деген былай ғой. Кішкене бір андай сөздер қосшайшы, андай. Қандай? Андай әдеби сөздер қосшы, ана ақындар айтады ғой. Абайдың сөздерін қосшы. Таптым. Майдың үстіне қант сепсе, одан да тәтті болады деп жазады. Ой, алай. Қант, май деме бір күшті сөздер қосшайшы кітаптағы. Вареньеге батырса деп жазады. Құрсын. Ақындардың сөзін қосшы. Құрсыншы жаза берейінші, арғай оқи берейінші. Соңғы уақытта біздің үйге нан шақ келмей кетті. Мә, қасқа, не деп атсың? Егер нан болмай қалса, мамам оң жақтағы көршіміз Аңқылдақтың үйінен сұрап алады. Сол жақтағы Тарқылдақтың үйі кейде береді, кейде бермейді. Сондай сараң, арам, оңбаған, кәпір, албасты, мыстан, жестірнақ деп қойды. Құрсын қасқа. Өтірік емес қой, нан бермейді. Мынау шығармаңның түрі ма, мынау? Несі бар? Үйден мамаңның нан сұрағанын айтып, үйден қайыр сұрағанын айтып, содан шығарманың бас кейіпкері өзіңсің. Уйба, ал керек болсын. Папым айттым. Бас кейіпкері мамаңды. Қатырдыңдар папаң екеуің. Ойымды бөле бермесе, бұндай шығарма болмайды бәкше. Неге болмайды? Болады. Бұнымен сен бәкше бірінші классқа түсіп қаласың. Екінші бөлімін оқимын онда. Енді дұрыстап оқиын. Нан туралы мақал мәтелді. Не көп, мақал мәтел көп, соны жаз бұл. Соны жазды. Мамамның наны қатты, көршінің наны тәтті. Енді ондай мақал жоқ енді, тап осындай мақал жоқ. Бар, папым шығарған современный мақал. Папасы кеу күшті бұлар. Нан болса шайнауға тіс табылар. Пойдет осы, жаза бер. Нанға түйілсең суға жүгір, суға түйілсең көрге жүгір. Ужас, жаман ақ мақал екен бір түрлі. Қорқынышты екен. Нан болса мамам дәу болады. Мені жазба дейм вообще. Дәу болады нес? Онда қалай, бұлай деп жазсамшы. Не деп? Нан болса мамам Кинг-Конг болады. Басың істейма, нан болса ән болады. Өзгерген емес мен қазір. Қарағым. Тағы да 5-6 тақырып. Қара, мені қоспаш, вообще мені қоспаш. Не жындарың бар менде? Бас шығарманың кейіпкерсің. Масқара, осын сен апарып оқиын деп тұрсың ба? Оқайым, толықтыруым керек қазір. Ұялмай қызармай. Толықтырып сосын ары қарай оқып сосын. Көшуім керек, көшірсе көшіріп, қайықтан көшейін деп едің сен, қайықтан көшейін деп едің мына түріңмен. Сен дағы бірінші класстан бір шығасың, нөлевой класстан бір шығасың сен. Ой, мейлі Түйдей болып мектепте жүресің енді. Мейлі. Скоро мектептің есігіне сыймай қаласың сен қыз. Мейлі, терезесінен кірем. Адам жынына теді осы. Өтіретін болдыңдар күйдерге. Өзің айқайлай бересің. Ақыл айтудың орнына жұрттың шешесі сияқты. Не? Бір иш шығып атыр ғой. Кімнен шығып атыр? Ойбай, үйден. Түтін түйіп атыр ма, иш шығып атыр ғой бір. Папам ұйықтап қалған ғой, наны күйіп атыр. Әне, папаң мені мазақтап шығарма жазғанда күшті. Бір нанды екеуің пісіре алмайсыңдар. Мына шығармаңды дұрыстап жаз. Әйтпесе білмеймін, қайттан тапсыр жіберемін роддомға. Сонда айқайлай береді. Кетсе ба. Айқайлай бергеннен басқа кәсіп. Мен туған жоқ, сен туған жоқ. Сонда мені кім тұт? Ой, шеше. Папа!
қосу сайра, бақытты күндер қайда жаным? Армандар асқан айға, кездескен күндер қайда, кездескен күндер қайда жаным? Қайда жаным? Махаббат бағының айымын, имейлі ескегім қайығы. Махаббат бағының қайыңа, билейді әуенге сайыны. Махаббат бағы жайна, махаббат қосу сайра, бақытты күндер қайда жаным? Армандар асқан айға, кездескен күндер қайда, кездескен күндер қайда жаным? Махаббат бағы жайна, махаббат қосу сайра, бақытты күндер қайда жаным? Армандар асқан айға, кездескен күндер қайда, кездескен күндер қайда жаным? Қайда жаным? Көп рахмет. Көп рахмет. Сіздермен осылай жүздесіп отырғанымыз өте қуаныштымыз. Енді жігітке жеті өнерде аздайды. Міне соңғы кезде өзім жазған әндерімді орындап жүрмін. Енді әрине осы ән жазу үшін әннің сөзін жазу керек. Сондықтан да міне осы орындалған әндер, манағы азаматтың орындаған әндерінің сөзін жазып жүрген қаламыздағы жас ақын Жұлдыз Қожабекова. Доғол шапалақ Жұлдызға. Жұлдыз саған гүл. Театрдың атынан. Көп рахмет. Енді әрине осы әндердің біз тұсауы Алматыда кесілді өткенде. Негізі енді Алматы деген үлкен қала, өнердің ортасы. Осы әнні өмірге келгеннен кейін әрі қарай өңдейтін аранжировщик деген болады. Орысша айтқанда. Әнді әрлейтін. Осы әнімізді тірілтіп, сахнаға шығарып жүрген театрымыздың музыкалық жетекші Тыналин Ерболат қайда? Доғол шапалақ Ерболатқа. Енді тағы да келесі бір тыңдайтын жаңа әндеріңіз. Сөзі әрине Жұлдыз Қожабекова. Әнін жазған мен деймін. Бой жеткен деп аталады, яғни Ақтөбенің әдемі бой жеткен қыздарын арналады. Осы бой жеткен әнін орындау үшін мен сахнаға ер жеткен азамат шақырам. Рахмет. Кәнекей билейміз. Көңілдірек. Келші арманыма, келші арманым, бой жеткен қызмен өзіңе сезім арнадым. Келші бақытыма, келші аруым, ән қылайы қосылып біз жастық жалынын,
жастық жалынан сезімнен саған деген ой кеткен көзіңнен айналайын бой жеткен жүректі сендік сезім қозғаған жырымды арнайыншы мен саған нұрлы жанарыңа үнсіз қарадым сенсің менің арманымда жүрек қалауым бөлеп арайына жүрші жанайын мен өзіңді бақытыма үнсіз балайын сезімнен саған деген ой кеткен көзіңнен айналайын бой жеткен жүректі сендік сезім қозғаған жырымды арнайыншы мен саған сезімнен саған деген ой кеткен көзіңнен айналайын бой жеткен жүректі сендік сезім қозғаған жырымды арнайыншы мен саған сезімнен саған деген ой кеткен көзіңнен айналайын бой жеткен жүректі сендік сезім қозғаған жырымды арнайыншы мен саған көп рахмет. Азамат Бекбергенов және Әлиягүл би ансамблі.